Кітапхана оқырманның рухани талап тілегін қанағаттандырумен қатар, әлемдік ұлттық әмбебап ақпарат көздерін толық жинақтап, оқырманға жеткізуші болып табылады. Осындай оқырманға жан-жақты қызмет көрсететін кітапханалардың бірі 77 жыл тарихы, 450 мың кітап қоры бар рухани орда Атырау қалалық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі мемлекеттік мекемесі. Жүйеге қарасты 27 кітапхана қызмет көрсетеді. Атап айтсақ, 10 қалалық, 11 ауылдық, 6 балалар кітапханасы жалпы қазақ халқының бай әдебиетімен, оның салт дәстүрлерімен, мәдени құндылықтарымен таныстырып, насихаттаудың жарқын көрінісі ретінде кітапхананың орны ерекше. Кітапханалардың балабақшалар мен мектептер, колледж, жоғары оқу орындары әртүрлі салада орталықтармен бірлесіп жемісті жұмыстар атқарып отырғанын айта кеткеніміз жөн. Жалпы әр өңірдің кітапханаларында өлкетану жұмыстары жолға қойылған. Бұл кітапханашылар атқарып отырған ең үлкен жұмыстардың бірі. Жергілікті әр кітапхана өз өңірінен шыққан тұлғаларын насихаттайды. Олар туралы библиография құрастырады. Жаңа технология көмегімен өз дерек базаларын жинақтайды. Өлкетану әдебиеттерін жинақтап насихаттау кітапхана жұмысының негізгі бағыты. Еліңді тану өлкеңді танудан басталады. Өлкетану бағытында ауқымды жұмыстар жасалып, онлайн кездесулер, кештер, интеллектуалды ойындар, дәрістер, танымдық кештер, өзге де мәдени көпшілік шаралар өткізіліп, жұмыстар атқарылуда. 2020 жылы республика көлемінде аталып өткен ұлы ғұлама ғалым, философ, әлемнің екінші ұстазы атанған Әбу-Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы, қазақтың ұлы ақыны, кемеңгер Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын тойлауда кітапханалар зор үлесін қосты. Зиялы қауым өкілдері оқырмандарды бір орталыққа жинап Абай тойы тойланды. Адалдық алаңы жобалық кеңсесінің бастамасымен нөмірі 2 қалалық кітапханада Парасат клубы салтанатты түрде ашылды. 2021 жылы еліміздің тәуелсіздік алғанына 30 жыл. Ата-бабамыз ақ жол салған азаттық байрағын қолда берік ұстау бүгінгі ұрпақтың асыл парызы. Осы мақсатта жас ұрпақты отанын жүрегімен сүйіп, елді өркендету жолында адал қызмет ететін руханиятты бай азамат етіп тәрбиелеу басты міндеттің бірегейі. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз, және ол бәрінен қымбат. Біздің міндетіміз кейінгі ұрпаққа кемел және қуатты Қазақстанды аманаттау деген болатын президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу дайындық жөніндегі мемлекеттік комиссияның бірінші отырысында. Көптеген сынақтар мен қиындықтарды басынан кешірген Қазақстан бүгінде аяғынан нық тұрып, болашаққа сеніммен қарайды. Кітапхана қашанда егемен ел тұрғындарының рухани, мәдени, әдеби ахуалын ойлаудан тыс қалған емес. 30 жылдық аясында кітапханаларда азаттығымыздың қадір-қасиетін аймаққа танытатын мәнді де мағыналы іс-шаралар атқарылып жатыр. Бір ел бір кітап республикалық акциясы да басталды. Аталмыш жоба қазақ әдебиетінің қазыналы туындыларын насихаттау, оқу мәдениетін дамыту, жастарды рухани және патриоттық тәрбиеге баулу бағытталған. Ал биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиеті және аударма сынды 5 жанр бойынша 30 жылдыққа 30 кітап таңдалып алынды. Бүгінде әдебиетіміздегі ең үздік деген туындыны оқу және насихаттау, оқу ісін ілгерілету, рухани мұрамызды сақтау, сондай-ақ жастардың оқуға деген қызығушылығын дамытуда кітапханалардың оқырман залында арнайы кітап көрмесі дайындалып, насихат жұмыстары басталып кетті. Еліміздегі жағдайға байланысты жүйеге қарасты кітапханалар түрлі шаралар ұйымдастырып, бұқарамен, оқырмандармен онлайн форматта жұмыстарын жалғастырып келеді. Кітапханамыздың әлеуметтік желілерінде онлайн кездесулер, сұхбаттар өткізілуде. Атап өтсек, белгілі жазушы Қуандық Түменбай, Сәуле Досжан, жергілікті ақын жазушыларымыз Қадыр Жүсіп, Қойшығұл Жылқышиев, Өтепберген Әлімгереев, Гүлзада Нетқалиева, өнер қайраткерлері мен суретші қолөнер шеберлері мен өлкенің жас жазушылары, спорт, мәдениет саласындағы жастармен шығармашылық сұхбаттар өтті. Кітапханаларда онлайн форматта бір тарих, бір көше, жаңа бейне, біздің кейіпкер, жарқын жүздесу, болашаққа менің мүмкіндіктерім, ертегілер ел қазынасы атты кітапханалық жобалар жүзеге асты. 2020-2021 жыл кітапханамыз үшін жемісті жыл болды. Онлайн, офлайн форматта да жақсы нәтижелерге қол жеткіздік. Республикалық деңгейдегі сайыстардың жеңімпаздары атандық. Әріптестеріміз Қазақстанның құрметті кітапханашы атағына ие болды. Онлайн форматта Нұрсұлтан, Алматы, Ақтөбе, Орал, Шымкент, Арыс, Құлсары, тіпті мұхит асып тұманды Альбиондағы, Австралияның Брисбен қаласы, Чикагодағы жерлестерімізбен тікелей эфир өткіздік.
Көкшетау жерінде өтіп жатқан Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен мәдениет және өнер саласы ұйымдары мен қызметкерлерінің Рухани қазына 2021 онлайн фестиваліне еліміздің ең мықты деген мәдениет саласында өзіндік қолтаңбасы бар мамандарының басын қосты. Атырау қалалық кітапханасының оқырман қамту бөлімі қалалық маңызы бар үздік мемлекеттік мекеме номинациясына үміткер. Атаулы фестивальге кітапхана директоры Құралай Әбілқасымқызы мен Атырау қалалық орталық кітапхана оқырман қамту бөлімінің меңгерушісі Жеміс Төлеуішқызы қатысуда. Руханияттың ортасы кітапхана ісі дами берсін. Рухани байлық, кітап сүйер оқырмандарымыз көп болғай.